Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналдың авторы мен Сатпаева Герім. Сіздерге ипотека жайлы маңызды ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі видеода ипотеканы рәсімдеу үшін ең негізгі 4 қадам жайлы айтатын боламын. Ең біріншісі бұл табысты растау формуласын білу қажет. Екіншісі несие тарихынан тексеру және оған анализ жасау қажет болады. Үшіншісі бұл рейтингті тексеру, рейтингті көтеру. Төртіншісі бұл скорингке анализ жасау деген өте маңызды қадамдар жайлы сіздерге толығымен айтып беретін боламын. Дәл осы қадамдардан өту арқылы сіз ипотеканы рәсімдей аласыз ба, алмайсыз ба, сол туралы нақты білетін боласыз. Ипотека рәсімдеу кездегі ең маңызды қадамдар жайлы айтатын боламыз. Ең біріншісі бұл табысты растау. Табысты растаудың формуласы болады, және бұл отбасы банкте бөлек, және екінші деңгейлі банкте бөлек. Отбасы банк үшін табыстан сіздер күнкөріс шығынын алып тастайсыз, яғни адам санына байланысты. Одан кредиттің шығынын алып тастайсыз, сондағы таза табыс суммасы шығады. Сіздердің 6 ай бойынша анықталады. Табыстарыңыз 6 ай табысын қосып 6-ға бөлесіздерде орташа айлық табыс шығады. Күнкөріс шығыны МРП-мен есептелінеді. Бір МРП 2025 жыл үшін 3932 теңге есепке алынады. Отбасы банктың көп бағдарламасында 10 МРП адам басына шығын болып есептелінеді. 10-ды 3932-ге көбейтесіз, сонда 39320 теңгені құрайды. Отбасыда қанша жан болса, соған көбейтеміз. Мысалы, 4 бала және өзі және жұмыс жасамайтын жолдасы болса, онда 39320 теңгені 6 адамға көбейтеміз. Сонда 235920 теңге бұл күнкөріс шығыны болып есептелінеді. Оны табыстан алып тастайды. Одан кредиттің шығыны алып тастайды. Сонда қанша табыс қалады, сол бойынша сіздердің табыстарыңызға ипотека рәсімдеуге жете ме, жетпей ме, осылай есепке алынатын болады. Келесі, отбасы екінші деңгейлі банктерде табысты санау формуласы, яғни табыстан кредиттің шығыны ғана алып тастайды, сонда таза табыс анықталады. Табыс 6 ай бойынша анықталады, яғни 6 айдың табысын қосып 6-ға бөледі, сонда орташа айлық табыс шығады. Кредит шығыны ай сайынғы кредитке төленетін шығын сумасын азайтамыз. Мысалы, сіздердің табыстарыңыздан кредит шығынын алып тастайды, сонда табыс қанша қалады, сол сіздердің жаңағы ипотека рәсімдеуге жете ме, жетпей ме анықтайтын көрсеткіш болып табылады. Келесі, ипотека алу үшін ең маңызды 3 қадам. Біріншісі бұл кредиттік история. Одан кейін табыс көзі, үшіншісі бастапқы жарна. Дәл осы 3 қадам арқылы сіздің ипотека алуға мүмкіндігіңіз бар ма, жоқ па, сол анықталады. Енді несие тарихы, яғни кредитный история деп жатады. Көбінесе несие тарихын бізде Первое кредитный бюро деген сайт бар. Интернетке жазып іздесеңіздер, мына жақта ссылкасы тұр, осылай шығады. Сіздер сол жаққа кіріп, өзіңіздің кредиттік историяңызды көре аласыз, рейтингтеріңізді тексере аласыз. Бірақ бұл жылына бір рет тегін, одан кейін ақылы болып есептелінеді. Одан кейін осы ипотеканы алуға мүмкіндік беретін, тексеретін сайттың бірі бұл МКБ сайты. Ол жақтан сіздер скоринг пен кредитный историяны тексере аласыз. Бұл тегін сайт болып табылады. Келесі, біз первый кредитный бюродан кредиттік историяны алдық. Сол жақта біз жаңағы кредиттің ай сайынғы төлемін, сумма периодического платежа, в Кассибанкте 44626 теңге төледі, Жусан банкта 41666 теңге төледі. Сондағы ай сайынғы шығыны кредитқа деген 96292 теңгені құрайды. Яғни осы шығыннан сіздің табыстарыңыздан осы шығын алып тастайды. Егер де сіздердің осы шығындарыңыз көп болса, сізге ипотека рәсімдеуге мүмкіндік бермейді. Сол себепті бір кредитіңізді жабу арқылы сіз табыс көздеріңізді растап, жаңағы ипотека рәсімдеуге мүмкіндіктеріңіз болады. Келесі кредитный бюродан біз кредиттік история аламыз. Сол историяның ішінде біз жаңағы белсенді кредиттермен бірге біз карточкаларды көре аламыз. Яғни бұл кісі Freedom банктен жай әшейін карточка ашып қойған, бірақ ол карточкамен қолданбаған, бірақ бұл кредиттің история алған кезде сіздерде белсенді кредит болып шығып тұрады. Сол себепті бұл сіздерге нагрузка береді, ертең табысыңыз жаңағы ипотеканың суммасына жетпей қалады. Сол себепті сіздер ипотека рәсімдейтін алдында осындай кредитный карточкалар шығып тұратын болса, бұны жауып тастағандарыңыз дұрыс болады. Жапқаннан кейін 15 күннен кейін қайтадан сіздер заявка берсеңіздер болады. Одан кейін
Енді ең маңызды көрсеткіштердің бірі бізде кредиттік рейтинг. Кредиттік рейтинг дегеніміз кредитный нагрузкаңызбен болған просрочкаларыңыз жайлы ақпарат береді. Ал ипотека мен кредит алу үшін рейтинг 651-ден басталуы тиіс. Мысалы, бізде шкала болады. Осы сіздер ПКБ сайтына кірген кезде осындай кредитный рейтингті 100 теңгеге аласыздар. Сол шкалада мысалы жазылып тұрады, яғни 538 болып тұрса, сіз ипотека рәсімдеуге мүмкіндігіңіз жоқ. Сол себепті сіздер жаңағы ипотеканы рәсімдеу үшін өздеріңізге қажетті қадамдар жасайсыздар, пенсионка қоясыздар, жаңағы кредитный нагрузканы төмендетесіздер. Сол арқылы сіздер ипотекаға одобрение алуға мүмкіндіктеріңіз көбейеді. Рейтингті біз қалай көтереміз? Рейтингті көтеру үшін ең маңызды көрсеткіштердің бірі бұл пенсионка. Рейтингті төмен клиенттерге ең алдымен пенсионка жүргізуге кеңес берем. 3-4 ай жүргізіп болғаннан кейін рейтингті көтеруге жібереміз. Рейтингті біз Revit бағдарламасы арқылы 3000 теңгеге көтеретін боламыз. Солай сіздердің рейтингтерін жаңағы ипотека алуға көтерілген жағдайда сіздерге одобрение беретін болады. Енді рейтингті қалай көтереміз? Бұл әскери азаматтар рейтингті арыз жазу арқылы көтеруге болады. Ол үшін жеке куәлік қажет болады, жұмыс орнынан анықтама қажет болады, жалақысы туралы 6 айдың анықтамасы, өтініш үлгісін толтырып, кредитный бюроның электронды почтасына хат жолдау арқылы көтеруге болады. Енді ең маңызды көрсеткіштердің бірі бұл скоринг. Скоринг шкаласы сіздердің қарыздарыңыз бен несие қабілеттілігін растай аласыз ба, жоқ па, соны бір-ақ минутта тексеріп береді. Бұл МКБ сайтында тегін тексеруге болады. Егер де сіз ипотека рәсімдегіңіз келсе, сіздің скориніңіз 40-тан асатын болу керек. Яғни 40-тан асқан бұл қанағаттандырарлық несиелік қабілет дегенді білдіреді. Одан жоғары болса тек жақсы, бірақ 40-тан жоғары болған дұрыс болады. Скоринг төмен болу себебі неден? Бұл пенсионка төмен болуынан, кредит нагрузка болуынан, егер де ИП-дан болса, сіздер минималкадан құйып жүрсеңіздер, бірақ кредиттер көп болса, сіздер скорингтарыңыз өте төмен болады. Скоринг жоғарылату үшін міндетті түрде пенсионканы жақсы жүргізу керек, және жаңағыдай кредиттің нагрузканы төмендету керек. Сол кезде сіздердің скорингтарыңызды көтеріледі. Енді осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоларда толығымен әрқайсына жеке разбор жасап, сіздерге барынша пайдалы ақпараттар беруге тырысатын боламын.